Наурыз айына арналған ауа райы болжамы жарияланды. Барша хабардар және сақ болсын. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Қарашадан наурыз айына дейінгі ауа райы болжамы жарияланды. Синоптиктердің болжамы бойынша қараша айында ауа райы жылы және аязды болады. Бір ай ішінде жауын-шашын екпінді жел болады. Солтүстік өңірлерде жекеленген күндері жаяу бұрқасын болуы мүмкін. Республика аумағы бойынша көктайғақ және тұман болуы мүмкін. Еліміздің солтүстік жартысында, шығысында және орталығында қыс мезгілінде аязды ауа райы айдың екінші жартысында болжанады. Ең суық күндері суық ауа массалары енуіне байланысты ауа температурасы төмендейді. Қазақстанның солтүстігінде түнгі уақытта -20, -27 градус, күндіз -8, -13 градусқа дейін. Елдің оңтүстік жартысында және оңтүстік батысында түнде -3, -12 градус, күндіз -1, +5 градусқа дейін төмендейді. Иран мен жерорта теңізі аудандарынан жылы ауа массаларының шығарылуына байланысты ауа райы жылынады. Республиканың оңтүстік жартысында күндіз +8, +17 градусқа дейін, солтүстік жартысында +3, +10 градусқа дейін жылы болады. Видеоролигіміз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлеметте болыңыздар.